qo'shni bir qo'shnisining uyiga mast holatda pichoq ko'tarib chiqibdi-da, qarang. Bunday жағдайлардың алдын алу үшін тикарынан домларға қандай сыртқы есерді құрдырту керек. Сыртқы есік бұл ешқандай дизайн емес, бұл конструкция. Көпшілік мұна 3 қатеге жол қояды. Біріншіден, есіктің глазогына көпшілік әтібар бермейді. Бұл сізге үлкен қауіпті алып келуі мүмкін. Егер де есікте глазок болмаса, хам ол сапасыз болса, сіз сыртта кім тұрғанын көре алмайсыз, хамде бейтаныс қауіплі болған адамдарға есік ашып қоюыңыз әбден мүмкін. Екіншіден, есіктің қалыңлығы менен резинкалары. Білесіз, домда шум көп, лифт, қоңсылар және де подъезд. Сондықтан есік қалың болу керек, хамде ішінде әлбетте резинкалар орнатылған болу керек. Резинкалар сырттағы шумды ішке алып кіргізбеуге максимальный түрде жәрдем береді. Үшіншіден, бұл құлыплану, ручка хамде құру процесі. Көпшілік бұл 3 сәтқа дерлік әтібар бермейді. Бұл болса ең үлкен қате. Есіктің құлыплану дәрежесі қаншелі дәрежеде жоғары болған сайын қауіпсізден соншелі дәрежеде жырақта болады. Есіктің ручкасы сапалы хамде шыдамлы болуы керек. Ең тикарғысы 90% машқала бұл құру процестен. Есік дұрыс установка қылынбаса, хаттекі ең қымбат есік те сапасыз. Соның үшін құру процесті өз ісінің мамаларына тапсырған дұрыс.